Қазір біз Күрті Қонаев республикалық маңызы бар автомобиль жолындамыз. Қазір бұл жерде қайта құрылымдау жұмыстары жүріп жатыр. Қайта құрылымдау жұмыстары 2020 жылы басталған болатын. Мердігерлік ұйым бұл жерде Атырау-Инжстрой АИС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2020 жылдың аяғында жұмыстарды бастаған болатын. Биылғы жылдың аяғына дейін жолды толыққанды бітіреміз бе деген жоспарымыз бар. Сол мақсатта біз қазіргі таңда объектіде 150-ден астам құрылыс техникасы жұмыс атқарып жатыр. Және де 300-ден астам қызметкерлер жұмылдырылған. Жаңа күні-түні асфальтобетон жамылғысын жаңағы уақытылы төсеу мақсатында 3 асфальтобетон заводы жұмылдырып отыр. Сонымен қатар бұл енді Күрті Қонаев автомобиль жолы Алматы-Өскемен және Алматы-Астананы қосып отырған күре жол болып табылады. Бұл жолдың ең басты мақсаты осы Алматы облысының жалпы республикамыздың жаңағы транзиттік потенциалын арттыру мақсатында осындай жоба іске асырылып отыр. Жаңағы өздеріңізге белгілі Алматы-Бакат дейміз ғой, айналма жолын жаңағы трафигін азайту мақсатында жаңағы большегрузный автотранспорт осы Алматыға кірмей, орталық Қазақстан және Ресей бағытына жүк тасымалдау уақытысын қысқарту мақсатында осындай жобалар іске асырылып отыр. Құрылыс биыл аяқтау жоспарланған? Бүкіл жаңағы енді бүкіл әрекет жасап жатырмыз. Осы биылғы жылдың соңына дейін жобаны аяқтау жоспарланып отыр.